Сіздер байқап отырғандарыңыздай, біз қазір робототехника кабинетінде қонақта тұрмыз. Бұл жердегі робототехниканың меңгерушісі Сауғанбаев Асылбек ағайдан біз сұхбат алмақшымыз. Ағай, қазіргі таңда сіздердің осы кабинеттеріңізде қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Қазіргі таңда Lego EV3 робот конструкторлары мен VX конструкторлары бар. Тағы да айта кететін болсақ, Arduino конструкторы бар. Солармен оқушылар өздерінің ойларындағы роботтарды жасап, соларды құрап, соларға программаларын жазып үйренуде. Өте керемет. Ал енді менде мынадай сұрақ бар. Сіздердің оқушыларыңыз бұл роботтармен сабақ барысында жұмыс жасайды ма, әлде бос уақытында жұмыс жасайды? Сабақтан бос уақытта, суббота күндері осы жерге келіп, кружокқа қатысып, дайындалады. Өздерінің ойларындағы роботтармен құрап, бос уақыттарын тиімді пайдаланады. Жақсы, керемет. Балалардың жасаған жобасымен танысып көреміз. Бұл қандай жоба? Бұл жүк тасымалдаушы және бұл робот жүк тасымалдаушы және жүк артушы робот деп аталады. Ауыр заттарды көтеріп, оны басқа жерге сала алады. Мысалы, мына затты алып басқа жерге қоюға болады. Және ол әртүрлі жүреді және бұны дистанцияны басқаруға болады. Бұны тек қана орында отырып емес, оны қолдағы джойстикпен басқарып, әртүрлі жерге өз қалауынша баруға болады. Жақсы, рахмет. Келесі жерде біз ерекше жобаны байқап отырмыз. Бұл жобаны енді қандай сыры бар екенін оқушыдан өзіңіз сұрап көрейік. Мен 80-ші мектеп 9-шы лицей 3 сынып оқушысым Сабыр Шыңғысхан Ғабиболлаұлы. Мен бұл жұмысты экскаватор түрінде жасадым. Бұл жұмыс физикалық және математикалық инженерия саласында істелінген. Мысалға, бұл зат құрылыс саласына керек инженерия. Ал бұның жұмыс жасау әдісі ол физика пәніне керекті зат. Өйткені бұл гидравликалық пресс арқылы жұмыс жасайды. Мына жерде біз тағы да бір ерекше жобаның куәсі болып отырмыз. Енді бұл жоба жайында өзінің жасаушысы түсіндіріп өтсін. Бұл ауыр заттарды көтеретін кран болып келеді. Бұл жерде қолданылған сабақтар, бұл жерде физика, математика, инженерия саласында жасалынған кран болып келеді. Бұл физикадан келетін болса, бұл Паскаль заңымен, яғни қысым арқылы, бұл гидравликалық пресс арқылы сұйықтықтың және де ауаның бірдей таралуын айтамыз. Мысалға, бұл кезде бұл жерде физика, математикалық қолданылған соң, бұл жерде түрлі өлшемдер қолданылған және де қолдан жасалған ағаштар қолданылды. Бұл зат 2 күннің ішінде жасалған болатын. Келесі бізде байқап отырғанымыз Лего конструктор негізінде жасалған. Бұл жерде бізде қандай роботтың түрі? Бұл робот EV3 Лего конструктормен құралған. Бұл заттарды көтеруге арналған робот деп саналады. Мынау 45 градусқа дейін көтеріледі. Мынау ашылады және кішкентай өлшемдегі заттарды тасымалдайды.